облысы полиция департаментінің бастығы генерал-майор Мұрат Талапұлының жеке қабылдауына келіп отырмын. Бұл жерге біздің нақты алып келген арыз шағымдарымызды айта кететін болсам, Төле би ауданы Ханарық елді мекенінде бір азамат бар. Сол азамат көптеген ауыл тұрғындарына несие алдырып, артынша төлемейтін әрекетке көшкен. Бүгін біз генералға тапсырған арыз шағымдарымыз жалпы 5 адамдікі. 5 адам нақты арыз шағымын жазып отыр. Біз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабында көрсетілген қылмыстық құрам осы азаматтың ісінде бар деп санаймыз, және құжаттарды қайта тексеріп, қайта тергеп беруін ұсындық, сұрандық, және бүгін біздің мәселеміз жақсы жағынан шешіліп отыр. Біраз тапсырмалар берілді Төле би ауданы полиция басқармасына. Біз осылай мәселеміз шешіліп отырғанына қуаныштымыз. Және осы генерал-майор Мұрат Талапұлы Қабденовқа біз алғысымызды айтамыз. Осылай адалына жұмыс жасайтын ер азаматтарымыз, мемлекет басшылары бола берсе, бізге артық еш нәрсе қажет емес. Нақты қылмыскер ма жазасын алсын, алаяқ па жазасын алсын. Сондықтан алғыстан басқа айтарымыз жоқ.